Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен түшпәраның рецептісімен бөлісемін. Түшпәрамыз дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. 200 мл жылы суға 1 шай қасық тұз салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнымызға 1 жұмыртқа, 2 ас қасық өсімдік майын қосып араластырамыз. Суымызды аз-аздан құйып, қамыр илейміз. Артық су қоспаңыздар, әйтпесе қамыр жұмсақ болып, түшпәрамыз пісірген кезде езіліп кететін болады. Дайын болған қамырды целлофанға салып 15 минут тындырып қоямыз. Енді түшпәрамыздың салмасын әзірлейміз. Тартылған етке пиязды үккіштен өткізіп қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын қосып жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды тағы біраз илеп басып, тағы 15 минутқа тындырып қоямыз. Дайын қамырымызды шетінен бөліп кесіп алып отырамыз. Видеода көрсетілгендей ұзынша қылып диаметрі шамамен 1 см болатындай жгутик жасаймыз. Енді шамамен жарты сантиметр болатындай бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерді жаюға ыңғайлы болатындай домалақтап аламыз. Беті кеуіп қалмас үшін бетін пищевой пленкамен немесе целлофанмен жауып қоямыз. Шетінен алып отырып, оқтаудың көмегімен жайып, классикалық әдіспен түшпәра түйеміз. Ішіне 1 шай қасық салма саламыз. Осылайша барлық қамырдан түшпәра түйіп жасаймыз. Мінекей достар, түшпәрамызды түйіп болдық. Мен енді жартысын пісіріп, жартысын мұздатқышқа қатырып қоямын. Қайнап тұрған ыстық суға түшпәрамызды салып пісіреміз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Түшпәраны қайнаған сәттен бастап 5 минут пісіреміз. Қалауыңызша сорпасымен немесе сүзіп алып қаймақпен ұсынуға болады. Мінекей достар, түшпәра дайын. Сізге рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп қойыңыз. Алда әлі талай дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.